Бүгін бізде мейманда Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Роза Пиязова. Мәдениет тарауына кіріп келуім себебі өзім әкем болған. Сценарийді мен ойлаймын, сол қазіргі өмірімізден алу керек. Арқаңызға қарасаңыз, қайсы қателеріңіз үшін өкінесіз? Мен сол ойлаймын, кәсіп таңдауда адаспау керек адам. Електен өткеру сіздің қолыңызда болғанында, қандай инсанларды мәдениет тарауына кіргізбейтін едіңіз? Мәдениетке алжасып келіп қалған адамдар болады. Бір наразы емес, шүкіршілікпен жасап жатқан хаялларды кино қылып істесе екен, қуанып келген күнім мен баламнан айырылып қалдым. Гүлшихраның бірінші рөлін көрген кезінде қапталда, Бахадырдың шыққан көрген кезінде, сондай жетіскенлікке жеткен көрген кезінде, ол апаның, ағаның қапталда жылап тұрғанларын көргенмін. Сонда мен қуандым. Оларының орыланбаған арманы балалары жеткен.